Қандай ұйқы адамға қатерлі? Адамдардың көпшілігі таңғы ұйқының тәтті шырынын бұзғысы келмей, жата тұрғанда жөн көреді. Тағы бір 5 минут, тағы бір 10 минут деп ұйқысын соза береді. Ақыры мең-зең боп бәрібір ұйқысы қанбай, ұйқысырап тұрады. Көп адам осылайша денсаулығына дерт жамап алатын көрінеді. Баршаңызға сәлем, құрметті көрермен. Сіздермен бірге пайдалы кеңес арнасы. Видеоны соңына дейін көріп, лайк баса кетіңіздер. Сенесіз бе, адам өз еркіменен табиғи түрде оянар кезде ағзасы 1 сағат бұрын дайындала бастайды екен. Дене қызуы көтеріліп, қалың ұйқының құшағынан ажырай бастайды. Бұған қоса күні бойы сергек жүруіңізге көмектесетін ағзаңыздағы дофамин белсенділік танытып, іске қосылады. Оятқышын қайта-қайта кейінге ысыра берген адамда бұл процесс үзіліп, табиғи ырғақ бұзылатын көрінеді. Ұйқыдан жай тұрған адамның мең-зең болып ашушаң келетіні осыдан. Мұның сыры, қайта жастыққа бас қойған адам ағзасы қалың ұйқының құшағына тез батуға тырысады екен. Сол себепті ғалымдар ерте тұрудың пайдалы екенін айтып отыр. Бір оянып, бір ұйықтап, өң мен түстің арасында жатқан адам төсектен тұрғанда тез шаршап, тез шалдығатын көрінеді. Таңғы ұйқыдан оятқыштың уақыт аралығын 10 минутқа қойып, 3 мәрте оянып, қайта ұйқыға кеткеннің орнына тастай қатып жарты сағат ұйықтасаңыз денсаулығыңызға әлдеқайда пайдалы. Ғалымдар бұдан құтылу үшін кестеден ауытқымай, уақытында жатып, уақытында ұйқыдан тұруға кеңес береді. Бір уақытта жастыққа бас қойып, бір уақытта оянған адам өзін әлдеқайда сергек сезінеді. Тек ерік-жігеріңізді жанып, өз-өзіңізді қолға алып, ынта танытсаңыз болды. Ағзаңыз сонда ғана белгілі бір уақытқа бейімделіп, әдетінен жаңылмайтын болады. Уақыт жағынан ұтып қана қоймай, күш-қуатыңыз артады. Таңғы намазын ұдайы оқып, құлшылығын қаза қылмаған мұсылмандар жүрек ауруынан аман болады, әрі ұмытшақтық секілді дертке де бой алдырмайтын көрінеді. Ғалымдардың тұжырымы осындай. Иорданиядағы кардиологтар қауымдастығы қан-тамыр ауруларының басты себептерінің біріне ұзақ ұйқыны жатқызып отыр. Ұзақ ұйықтаған адамның жүрек қағысының жиілігі минутына 50 қағысқа дейін төмендейтін көрінеді. Ал бұл өз кезегінде қан айналымына кедергі келтіріп, жүрек бұлшық етінің әлсіреуіне алып келеді. Нәтижесінде адамның инфаркт немесе инсульт алу қатері жоғарылайды. Бұған жол бермес үшін ғалымдардың пікірі бойынша адам аз уақытқа ұйқысын қиып, жиі оянған жөн. 4 сағаттық ұйқыдан кейін кем дегенде 15 минутқа ұйқыдан тұрып, лажы болса, қандай да бір дене қозғалысын жасағаныңыз дұрыс. Таң намазына тұратын мұсылмандардың басындағы жағдай иорданиялық ғалымдардың осы пікірін растай түскендей. Зерттеуден белгілі болғандай, намазын қаза қылмау үшін таңғы ұйқысынан тұратын мұсылмандардың арасында жүрек қан-тамыр аурулары өте сирек кездеседі. Міне, құрметті көрермен, осымен видеомыз аяқталды. Егер видеомызды пайдалы деп тапсаңыз, арнаға тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны баса кетуді ұмытпаңыз. Сіздің болмашы оп-оңай ғана әрекетіңіз бізді шабыттандырады. Деніңіз сау болсын. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Ақпаратымыз пайдаларыңызға жарасын.